Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен таңғы асқа өте жұмсақ әрі дәмді панкейки жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқа, қант салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Таңғы асқа балаларға жасап берсеңіздер, бірден тауысып қояды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнымызды електен өткіземіз. Ұнымызға бір шай қасық разрыхите салып, електен өткізетін боламыз. Түйіршіктері қалып кетпес үшін. Және осы уақытта сары майымызды ерітіп аламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, орташа қою масса дайын болады. Еріген сары майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Және де газымыздың астын орташа отқа қойып, құрғақ табамызды қыздырып қоятын боламыз. Мінекей массамыз дайын болды. Құрғақ ысыған табамызға кішкене ожаудың көмегімен жарты ожау құйып пісіретін боламыз. Панкейкіміз осылай көпіршік пайда бола бастайды тесіктер. Осы кезде екінші бетін аударатын боламыз. Мінекей панкейкіміздің екінші бетін аудардық. Екінші беті біріншісіне қарағанда тез пісетін болады. Газымыздың астын орташа баяу отқа қоятын боламыз. Қаттыға емес, немесе баяуға емес, орташаға қоямыз. Мінекей барлық панкейкіміз дайын болды. Панкейктерді осылай балмен немесе шоколадпен әсемдесеңіздер болады. Ас болсын баршаңызға.